Менің атым Жамалхан. 1935 жылы дүниеге келдім. Балалық шағым қиын заманмен өтті. Соғыстан кейінгі жоқшылықтың не екенін жақсы білемін. Осы жерге дейін тыңдап отырған болсаңыздар, арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал өздеріңіз қай қаладан және сағат қаншада қарап отырғандарыңызды пікірге жазып қалдыңыз. Енді әңгімемді жалғастырайын. 17 рет құрсақ көтердім. Бірақ 17 баламның бәрі бірдей аман қалған жоқ. Сол кездегі қиыншылық, дәрігердің аздығы, жоқшылық талай ананың жүрегіне жара салды. Кейбір сәбилерім дүниеге келгеннен кейін бірнеше күн ғана өмір сүрді. Кейбірі бірнеше айдан кейін шетінеп кетті. Әр баламнан айырылған сайын жүрегімнің бір бөлігі бірге кеткендей болады. Қазір Аллаға шүкір, 17 баламның 9-ы өмірде бар. Қалғандары мәңгілік мекеніне ерте аттанып кетті. Бірақ ана үшін баланың жасы үлкені де, кішісі де болмайды екен. Бүгінге дейін олардың әрқайсысын сағынып еске аламын. Тұңғышымды 19 жасында дүниеге әкелдім. Қуанышымда шек болмады. Кішкентай ғана сәбиімді құшағыма қысып, болашағын армандайтынмын. Бірақ ол қуаныш ұзаққа созылмады. Сәбиім ауырып қалды. Ол кезде қазіргідей аурухана да, дәрі де жоқ. Ауылдағы үлкендердің айтқанын жасап, қолдан келгеннің бәрін істедім. Алайда Алланың жазуы солай болды ма? Бірнеше күннен кейін сәбиім шетінеп кетті. Сол күнгі жүрегімнің ауырғанын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жас ана едім. Не істерімді білмей түн-түстен жыладым. Күйеуім мені жұбатуға тырысты. Жамалхан, сабыр ет. Алла тағы да перзент береді дейтін. Арада уақыт өтті. Тағы да аяғым ауыр болды. Екінші балам дүниеге келді. Бұл жолы Алла амандық беріп, балам өсіп келе жатты. Қуанып жүрдім. Бірақ өмірдің сынағы мұнымен бітпейді. Жылдар өте келе балаларым көбейді. Үйіміз баланың күлкісіне толды. Бірақ жоқшылықта қатар жүрді. Кейде бір бөлке нанды бірнеше балаға ақтап бөліп күндер болды. Қыста отын жетпей қалатын кездерге. Соған қарамастан балаларымды аш қалдырмауға тырыстым. Бірінен кейін бірі дүниеге келе берді. Үшінші, төртінші, бесінші. Мен әр баламды аман алып қалу үшін жанымды салдым. Бірақ тағы да сынады. 17 құрсақ көтерген ана болғаныммен, олардың бәрін құшағымда өсіру бақыты бұйырмады. 7-ші балам дүниеге келгенде жасым 30-дан енді асқан еді. Бір жағынан балаларды өсіріп жатырмыз, бір жағынан мал бағып, тіршілік қамымен кештік. Сол жылдары өмір өте ауыр болды. Кейде балаларының бәріне бірдей жаңа киім алып бере алмайтынмын. Үлкеннің киімін кішісі киіп өсетін. Бірақ олар ешқашан шағымданған емес. Бір күні тағы да сәби сүйдік. Алайда бұл қуанышымыз ұзаққа бармады. Шақалақ дүниеге келгеннен кейін көп ұзамай шетінеп кетті. Сол түні көз ілмедім. Бесікте жатқан балама қарап отырып таңда тұрдым. Ана жүрегі бәрін сезеді екен. Ішім бір жамандықты сезіп тұрғандай болды. Содан бері қанша жыл өтсе де, сол сәт көз алдынан кетпейді. Уақыт өте келе тағы да балалар дүниеге келді. 17 рет ана атандым. Бірақ олардың 8-і ерте кетіп қалды. Бірі бірнеше күн ғана өмір сүрді. Бірі бір жасқа жетті. Тағы бірі мектепке барар алдында ауырып қалды. Әр қайсының артынан қанша көз жасы төгілді. Кейде түнде бәрі ұйықтап жатқанда сыртқа шығып жалғыз отырып жылайтынмын. Бірақ тірі қалған балаларым үшін мықты болуға тура келді. Олар менің өмір сүруге деген күшім еді. Бүгінде Аллаға шүкір, 9 балам өмірде бар. Қазір олардың өз балалары, немерелері өсіп жатыр. Кейде бәрі бір дастархан басына жиналғанда үнсіз отырып қаламын. Сонда көз алдыма өмірден ерте кеткен 8 балам. Олар да бүгін тірі болғанда осы дастарханның басында отырар ма еді деп ойлаймын. Қазіргі жастар түсіне бермейтін шығар. Бірақ біздің кезде босануда оңай болған жоқ. Қазіргідей перзентхана, жедел жәрдем деген жоқтың қасы еді. 17 баламның көпшілігін өз үйімде босандым. Ауылдың кіндік шешелері келіп көмектесетін. Қыстың қақаған аязы болсын, күздің қара суығы болсын, толғақ қай кезде басталса да үйде босануға тура келетін. Бір балам қаңтардың аязды түнінде дүниеге келді. Сыртта боран тұрды. Үйдің іші жылы емес еді. Отын тапшы болады. Сәбиді қолдан келгенше қымтап бақтым. Бірақ бірнеше күннен кейін шетінеп. Дәрігерге апаратын көлік жоқ. Аудан орталығы. Қолымыздан ештеңе келмейді. Тағы бір балам күздің қара суығында ауырып қалды. Алғашында жай тұмау шығар деп ойлады. Бірақ қызуы көтеріліп, әлсірей берді.
Сол кезде алдағы үлкендер ем-дом жасағанымен, сәбиімді аман алып қала алмады. Ана үшін одан асқан қасірет жоқ еді. Баласының денесі суып бара жатқан көріп отырып, ештеңе істей алмау өте ауыр. Сол күндері түнде ұйықтай алмайтынмын. Есіктің қасына қарап отырып, таңды қарсы алатынмын. Кейде өзімнен өзім, неге менің балам деп жылайтын. Бірақ өмір жалғаса береді екен. Тірі қалған балаларым үшін еңсемді көтеруге тура келді. Олардың көзіндегі үміт маған күш берді. 9 баланы өсірудің өзі оңай болған жоқ. Кейде үйдегі ұн таусылып қалатын. Сонда күйеуім екеуміз түнге дейін еңбектенеміз. Күйеуім колхоздың жұмысынан қалмайтын. Ал мен үйдің шаруасымен қатар сиыр сауып, май шайқап, құрт қайнатып, балаларды бағатын. Bir күні үлкен ұлым, "Апа, қарным ашты" деді. Сол сөз жүрегіме пышақ тадалды. Өйткені үйде беретін ас аз еді. Қазанның түбінде қалған соңғы талқанды бөліп өзім көнсе қияттым. Ана деген сондай болады екен. Баласы тоқ болса, өзі аш жүргенде ұмытады. Қыс келген сайын уайым көбейетін. Қақаған аязда үйдің іші де салқын болатын. Кейде балаларының үстіне өз көрпемді жауып қоятын. Өзім пештің қасында отырып таңды күтетінмін. Bir қыс әлі күнге дейін есімде. Сол жылы қар өте қалың түсті. Боран апталап соқты. Ауыл сыртындағы жолдар жабылып қалды. Сол күндері кішкентай ұлым қатты ауырып қалды. Денесі қызып, жөтелі күшейді. Дәрігер шақыру мүмкін емес еді. Ауданға жету үшін ондаған шақырым жүру керек. Күйеуім атқа мініп көмекке кеткен. Ал мен баламның басында отырдым. Түні бойы ұйықтамадым. Бече маңдайын сүртемін. Біресе құшағыма қысып аламын. Таң ата жағдайы ауырлай түсті. Мен сол кезде Алладан баламды аман алып қалуын сұрап, көз жасымды тыя алмадым. Шүкір бұл жолы сәбиім аман қалды. Бірақ бәрі бірдек аман қалған жоқ. Кейбір балаларымды тағдыр қуып. Олардың әрқайсының жүзі әлі күнге дейін көз алдымда. Бірінің көзі әкесіне ұқсайды. Бірі күліп тұрғанды жақсы көреді. Бірі мені көрсе құшағыма ұмтылатын. Қазір арада қанша жыл өтсе де, ана жүрегі ұмытпайды екен. Кейде түсіме кіріп шығады. Сонда оянып кетіп, ұзақ уақыт көз іле алмай жатамын. Бірақ өмір тек қайғыдан тұрмайды. Балаларым өсіп келе жатты. Үлкендері мектепке барды. Алғаш рет баламның қолына сөмке ұстап, мектепке кеткен күнде қатты қуандым. Өйткені өзім толық білім ала алмадым. Сондықтан балаларым оқысын, адам болсын деп армандадым. Олар да мені жерге қаратқан жоқ. Сабақтарын жақсы оқыды. Еңбекқор болып өсті. Қыздарым үй шаруасына көмектесті. Ұлдарым әкесінің қасынан қалмайтын. Кешке бәріміз бір дастархан басына жиналатынбыз. Тамақ қарапайым болса да, көңіліміз тоқ еді. Өйткені ең басты байлығымыз бірлігіміз болады. Сол кездері мен түсіндім. Байлық деген ақша емес екен. Байлық деген баланың амандығы екен. Арада жылдар өте берді. Bir қыз ұзаттым. Артынша тағы бір қыз ұзаттым. Қыз ұзату әр анаға ауыр тиеді екен. Қуанасың. Бірақ жүрегінің бір бөлшегі өзге үйге кетіп бара жатқандай болады. Қыздарым ұзап кеткен күні үй іші босап қалғандай көрінді. Мен түнде олардың бөлмесіне кіріп, үнсіз отырып шығатын. Сол баланың қандай жаста болса да, ана үшін бала болып қала беретінін түсіндім. Уақыт деген өте жылдам өтеді екен. Кеше ғана құшағында жатқан балаларым бірінен соң бірі ез жетіп, өз алдына шаңырақ бастады. Үлкен ұлым үйленген күні қатты толқындым. Келін түсіріп жатқанымызға қуансам да, ішімнен өмірдің қалай тез өткеніне таң қалдым. Bir кезде bir үзім нанды бөліп жеген балаларым бүгінде өз отбасын асырап отыр еді. Сол күндері күйеуім екеуміз кешкілік шай үстінде өткен өмірімізді жиі еске алатынбыз. Жамалхан, көп қиындық көрдік қой дейтін ол. Мен үнсіз басымды изейтінмін. Өйткені көрген қиындықтарымызды айтып тауысу мүмкін емес еді. Кейде үйде ақша болмай қалатын, кейде киім жетпейтін, кейде бір сиырдың үстіне қарап отырған күндер болды. Бірақ балаларымызды жетімсіздетпеуге тырыстық. Жылдар өте берді. Немерелер дүниеге келе бастады. Алғаш рет әже атанған күнім ерекшесінде. Немеремді құшағыма алып отырып, көзімнен жас шықты. Сол сәтте өмірден ерте кеткен балаларым тағы есіме түсті. Егер олар да тірі болғанда, бәлкім мені немерелі қылар ма еді? Бұл ой мені әлі күнге дейін толғандырады. Бірақ тағдырға қарсы тұру мүмкін емес. Алланың бергеніне шүкіршілік ету керек. Қазір 9 баламның бәрі өз алдына бір отбасы. Бірі мұғалім болды. Бірі мал шаруашылығымен айналысты. Қалаға көшіп кетті. Бірі ауылда қалды. Бірақ бәрінің жүрегі бір.
Мереке сайын, айт сайын, қуаныш сайын үйімізге жиналады. Сонда ауламыз бала-шағаның дауысына толады. Немерелерім жүгіріп жүреді, шөберелерім қасыма келіп: «Әже, бізге әңгіме айтып беріңізші» дейді. Сонда мен өткен өмірімді есіме аламын. Жоқшылықты, суық қыстарды, ұйқысыз түндерді, 17 рет толғатқан күндерді, жоғалтқан балаларымды, жеткізген балаларымды. Бәрі көз алдымнан кино сияқты. Кейде немерелеріме: «Балаларым, сендер бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Бір үзім нанның қадірін біліңдер. Ата-аналарыңды сыйлаңдар» деп айтып отырамын. Өйткені қиындық көрген адам ғана өмірдің қадірін түсінеді. Бүгін жасым 90-нан асты. Таңертең оянған сайын Аллаға шүкір айтамын. 17 құрсақ көтеріп, 9 баламның қызығын көру бақыты берді. 8 балам ерте кетсе де, оларды ешқашан ұмытқан емеспін. Ана жүрегінде әр баланың өз орны болады екен. Кірісі де, бақыт болғаны да. Сондықтан мен өміріме қарап отырып бір ғана сөз айта аламын. Қандай қиындық келсе де, үміттерімді үзбеңдер, сабыр сақтаңдар, отбасыларының қадірін біліңдер. Өйткені өмірдің ең үлкен байлығы бала мен отбасы екен. Қазір жасым 90-нан асты. Таңертең аулаға шығып күнге қарап отырып, өткен өмірімді жиі еске аламын. Кейде өзіме өзім: осы өмірді қалай өткердім екен деп таңғаламын. Өйткені мен көрген өмір оңай болған жоқ. Бірде қуанышқа кенелсем, бірде қайғыға бат. Бірде үйім баланың күлкісіне толса, бірде үнсіздік орнады. Бірақ адам бәріне үйренеді екен. Бір күні үлкен қызым қасыма келіп отырды: «Апа, сіздің орныңызда басқа адам болса, мұның бәріне шыдамас еді» дейді. Мен күліп қойдым. Өйткені біздің заманның әйелдері шыдамды болып өсті. Шыдамауға амал жоқ еді. Тіршілік тоқтамайтын. Балаң ауырса да, жұмысыңды істеуің керек. Өзің ауырып тұрсаң да, отбасына қарауың керек. Солай өмір өтіп жатты. Bir күні балаларым түгел жиналды. 9 балам, келіндерім, күйеу балаларым, немерелерім, шөберелерім бәрі бір дастарханның басында отырды. Еші у-шу. Бірі күліп жатыр, бірі әңгіме айтып жатыр, шай құйып жүр. Сол кезде мен үнсіз ғана бәріне қарап отырдым. Көзіме жас келді. Үлкен ұлым байқап: «Апа, неге жылап отырсыз?» деді. Мен басымды шайқадым. «Жылағаным жоқ балам, қуанғанымнан ғой». Бірақ ішімде басқа сезім бар еді. Мен сол дастарханнан 8 баламды іздедім. Егер олар тірі болғанда, осы жерде отырар еді ғой. Бәлкім олардың да балалар болар еді. Олар да маған келіп: «Апа, жағдайыңыз қалай?» құшақтар еді. Ана жүрегі сондай болады екен. Арада 50 жыл өтсе де ұмытпайды. Bir күні немерем менен: «Әже, өміріміздегі ең ауыр күн қай күн болды?» деп сұрады. Мен біраз үнсіз қалдым. Сосын баяу ғана: «Баламнан айырылған күн» дедім. Өйткені ана үшін одан ауыр қайғы жоқ. Жоқшылық өтеді, кедейлік өтеді, ауыр өтеді. Бірақ баланың орны майды. Содан кейін немерем тағы сұрады: «Ал ең бақытты күніміз ше?» Мен күлімсідім. «Сендердің дүниеге келген күндерің» дедім. Шынында да солай. Өмір қанша қиын болса да, бала адамның жүрегіне нашық сыйлайды екен. Қазір менің ондаған немерем, шөберем бар. Кейде олардың аттарын шатастырып аламын. Сонда бәрі қалады. Ал мен сол күлкіні тыңдап отырып, өзімді ең бай адамдай сезіндім. Өйткені менің байлығым ақша емес. Менің байлығым бағым. Менің байлығым балаларым. Менің байлығым мынарған әулет. Кейде жастарға қарап алаңдаймын. Қазір заман басқа. Бәрі асыз. Бәрі бір жерге үлгеруге тырысады. Бірақ мен оларға үнемі бір нәрсе айтамын: бетір бірлерінде бағалаңдар. Аталарыңды ренжітпеңдер. Туыстарыңмен араластырыңдар. Өйткені адар қартайғанда дүние мүлік емес, жандағы адар керек болады. Мен осыны өз өмірімнен білдім. Қазір кейде кешке намазымды оқып болған соң ұзақ дұға жасаймын. 9 балама дұға жасаймын. Немерелеріме дұға жасаймын. Шөберелеріме дұға жасаймын. Сосын өмірден ерте кеткен 8 баламды да еске аламын. Олардың есімдерін іштей қайталап шығамын. Ана жүрегі оларды ешқашан ұмытпайды екен. Ешқашан. Міне, менің өмірім осылай өтті. 17 рет құрсақ көтердім. 8 баламнан айырылдым. 9 баламды өсіріп жеттім. Қанша қиындық көрсем, Аллаға ренжіген емеспін. Себебі Алла маған үлкен әулеттің қызығын көруді нәсіп етті.
Енді менің жалғыз тілегім, балаларым аман болсын, ұрпағым өсіп өнсін, елім тыныш болсын. Ал менің өмірімнен алар сабақ болса, ол сабыр. Сабыр еткен адам ешқашан жеңілмейді. Міне, 90 жылдық өмірімнен түйген ең үлкен ақиқат осы. Бір күні үлкен немерем қасыма келіп отырды. Әже, сіз өміріңізде неге ешқашан шағымданбайсыз? Мен күлімсіреп қойдым. Өйткені өмір мені ерте есейтті. Жас күнімде жылауға да уақыт болмаған. Таң атпай тұрып сиыр сау керек. Балаларға тамақ беру керек. Жинау керек. Мал қарау керек. Сосын кеш батқанша жұмыс. Біздің буын еңбекпен өсті. Сондықтан шығар, қиындыққа мойымайтын болды. Бір күні ескі сандықты ашып отырдым. Ішінде сарғайып кеткен суреттер жатыр екен. Балаларымның бала кездегі суреттері. Күйеуімнің жастық шағындағы суреті. Өткен ата-анамның суреті. Суреттерді көріп отырып, өткен өмірім көз алдыма келді. Кейбір суреттерге қарап күлемін. Кейбіріне қарап көзім жас келді. Өйткені ол суреттердің әрқайсысының артында тағдыр жатыр. Бір күні кенже қызым: апа, өмірімізді кітап қылып жазу керек қой. Мен күліп: менің өмірімде несі қызық? Сонда қызық емес, үлгі болатын өмір. Қазіргі адамдар сіз көрген қиындықты білмейді ғой, деді. Сол кезде ойланып қалдым. Рас екен. Қазіргі жастар дүкенге кіріп қалағанын алады. Біз руы өмір көрмедік. Бір көйлекті бірнеше жыл киетінбіз. Жаңа аяқ киім алу үлкен мереке болатын. Ет те күнде бола бермейтін. Бірақ соған қарамастан адамдардың көңілі тоқ еді. Көршілер бір-біріне көмектесетін. Бір үйде қуаныш болса, бүкіл ауыл қуанып жүр. Бір үйде қайғы болса, бүкіл ауыл жиналады. Қазір сол күндерді сағынамын. Күйеуімді сағынамын. Ол өмір бойы менің жанымда болды. Қиын күндерде де, жақсы күндерде. Бір баламыздан айырылғанда деді дирыл қылады. Баламызды дүниеге келгенде де қуандық. Қазір оның өмірден өткеніне де талай жыл болды. Кейде суретіне қарап ұзақ отырамын. Сонда баяғы жастық шағымыз есіме түседі. Кішкентай үйіміз, жылақ ақпан болар. Түтіні будақтаған пеш, қақаған шыз, жазғы дала. Бәрі көз алдында. Өмір деген өте қысқа екен. Адам жас кезінде уақыт ешқашан бітпейтіндей көрінеді. Ал қартайғанда бәрі кеше ғана болғандай сезіледі. Сондықтан мен Зафарға үнемі айтамын: ата-аналарыңды тірісінде бағалаңдар. Оларға жылы сөз айтыңдар. Бөліңдер. Өйткені ертең кеш болуы мүмкін. Мен бүгін 91 жасқа келдім. Өмірімнің көбін артқа тастадым. Бірақ әлі күнге дейін таңертең оянғанда зәкіршілік айтамын. 9 баламның амандығына шүкір. Немерелерінің күлкісіне шүкір. Шөберлерінің қызығына шүкір. Ал өмірден ерте кеткен 8 баламды дұғамнан қалдырмаймын. Олар менің жүрегімде мәңгі сақталады. Менің тағдырым ауыр болды ма? Иә, ауыр болды. Бірақ мен бақытсыз болдым ба? Жоқ. Өйткені мен ана болдым. Мен ұрпақ өсірдім. Мен үлкен әулеттің негізін қаладым. Ана үшін бұдан асқан бақыт жоқ шығар. Сондықтан бүгін мен өткен өміріме қарап отырып бір ғана сөз айтамын. Қандай қиындық келсе де, үміттеріңді үзбеңдер, сабыр сақтаңдар. Жақсылықтан күдер үзбеңдер. Өйткені қараңғы түннің артынан міндетті түрде жарық таң атады. Құрметті тыңдармандар, Жамалхан әженің тағдырлы әңгімесін соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Егер әңгіме ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ өздеріңіз қай қаладан және сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды жазып кетсеңіздер, қуанамыз. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Келесі әсерлі оқиғаларда кездескенше сау болыңыздар.